Ал достар, қажы болып тұр, но бүгін күндерің сәтті өтсін, шашамаңдар, ауырмаңдар. Қазір Кадиллак көрсін. О, мұны қараңдар, Кадиллак. Йоу, бау. Ал бастайық, блог бүгін әдеме. Бұйырса жеңімпазды апарамыз, ойындамаңыздар. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қалайсыңдар? Ершка, радай қой. Сен есептеу білесің ба? Иә. Онда мені өзіңкі деп есептеші енді. Сырласатын, сыйласатын өмірде түн мынау майдандарда қосады дейді бізді достық пайғамбарда. Сен аман бол, сен аман бол. Ты вечно мне внимания не уделяешь. Хватит уже, брось телефон. Очень, пожалуйста. Ну ты поговори со мной, ты же со мной же разговариваешь. Ну что, детка, доигралась? У тебя сегодня последний день. В общем, короче, тек бір внимание қал. Погодаға байланысты бір кішігірім бір проблемалар шығып тұр. Бәрін реттестірейін, бәрін толығымен айтып беремін. Асығып кетесің ғой, асығып. Прям андай көтке тақалғанда ғой. Жан, байқасай. Өмір асық жүремін. Қуасың кішкене. Барлық шикілікті шешіп, енді қалғаны тек бір ғана. Мүмкін солай бұйырып тұрған шығар. Жалпы жүлде қоры 24 миллион болғаннан кейін барып, оңай емес, минус болмау керек. Сіздер білем, қайта дайрекке толтырып, тоқтаусыз басташ. Бірақ мен бұны по-любому бастаймын. Әр келген хаттар маған мотивация болады. Рахмет бағыттарыңа. 40-ына шыдағанда, енді 41-іне шыдайық. Бұйыртса, господа. Ендерше. Қайда қашып батсыңдар? Подписчиктер. Қайырлы таң, Пантере! Қалдарыңыз қалай? Күндерің сәтті өтсін. Бүгінгі күнді біз бастаймыз. Пантере, бүгін бір қызықты ойын ойнайық. Хорошо? Ойынымыз бұлай. Бүгін мен осы смайликтерді барлық стористарым ішінде жасыратын болам. Ең бірінші тапқан адамдарға 5000 теңгеден счетын аударам. Бір ғана шарт, менің сторисімда өте активны болуларыңыз керек. Бәріңе сәттілік. Қазір мен келесі сториста бір маңызды сұрақ қоям. Өтініш, шынайы жауап беріңіздер. Кафеда отырып түсіріп отырмын, тығылып түсіріп отырмын. Бірінші сұрақ, мені қайдан танисыздар? Давайте. Келесі сұрақ, сіз менің аккаунтымды не үшін қарайсыз? Только шын. Еще один вопрос такой. Менің аккаунтымды қашаннан бері қарайсыз? Қанша уақыт болды? Қанша ай? Қанша жыл? Жду ответа. Сәл бір приятно болсын деп па. Мен сені сүйем жүректен, жүрекке жетсін әнім, сен сүюді маған үйреткен. Кешке приятно болсын деп. Жүрекпен, шын жүрек. Следующий вопрос. Ертеңгі күні мен бір курс жасайтын болсам, сіздерге қандай темада курс жасасам болады? Қалағандарыңызды жазыңыздар. Или таңдаңыздар. Көптен бері маған қойылып жатқан сұрақ, ол тек қана бір сұрақ, мен проблемам көбейіп кетті, не істесем болады, көмектесіңіз Жанель деген. Мен сіздерге көмектесе алмаймын, мен сіздерге айтатын бір нәрсе ғана, жоқ проблеманы бар проблема алып жасамаңыздар ешқашанда. Өйткені бұл жай ғана сұрақ, жай ғана бір өмірдегі болатын ситуация. Оны никогда не надо преувеличивать. Артқа қарамай, алдыға ғана жүріп, тек қана ұмтылыңыздар. Ол жай ғана уақытша нәрсе. Вот, короче, ваша умная Анеля пришла к вам со своей мотивацией.
Следующий второй вопрос, давайте теперь на русском. Все у меня спрашивают, вот почему именно Алишер, почему именно его ты выбрала и почему ты именно его любишь? Давайте я вам отвечу. Мне нравятся такие мужчины, не то что богатые, да, которые хвастаются деньгами родителей, а те пацаны, те парни нравятся, которые они сами зарабатывают и которые сами трудятся, хотя у них нет ничего такого особенного, но они умеют жить, они умеют мечтать, они умеют... көрмеймін не? Шоколад жеңіші дейді қазір. Шоколад бар ма? Шоколад бар ма? Шоколад. Не істемейді қалып, не істейсіз қойын қалып. Кел шоколад жеңдік. Шоколад жеңдік. Бір кезейміз бол істейіз аз уақыт қалды. Әреке шығармыз. Жоқ, бір шоколад бірақтыға салыңыз азыңыз, орындалды. Айрман үлкен бітпей ма? Эй, всем привет! Дайсыңдар ма? Дайын. Бүгін бізде Концерт бойы отыр. подкасттар! Енді қайдан келдік? Бірдеңе бүлдірейін деп отыр ма? Бүгін үйленейік. Бүгін үйленейік деймін. Вау, бүгін көптен күткен Ләңгібай көрші шайын деп тұрған сияқты. Мен түсінемін. Неге? Білмейді ғой мен. Бөліп шығады, короче, Ләңгібай көрші екі. Әйтеуір дегенде. Жігіт үшін ешқашанда жылама. Жігіт деген сабан ғой, шертіп жүріп табан ғой деп басыңды көтеріп жүр. Біз қалаға шықтық, киноға ойнадық, бірақ та киноға сағат 5:30-да кіру керек болғанбыз, уже 5:30 болды, ал пробка болып жатыр. Балам, 2 минуттан кейін басталады кино. Уже басталды, жартысынан кіретін сияқты. 2 күн қайда болдым? Кеттік па, көрсетейін ба? 2 күн бір тірліктермен болдым. Короче, братва, ассалаумағалейкум. Біз бастаймыз. Пау! Досымда өтет. Жоқ дегенде менен жүргендей болам ғой. Сендер сұрадыңдар, мынаны сендер сұрадыңдар. Барлығы сұрады, істедім. Мен короче, қазір көрсетем. Ал дайынсыңдар ма? Содан ба көрсетеміз. Аталып па деп ойнайда мен келеміз. Халықты алдар ятсыздар деп. 1 сағат күтіңдер. Соқ көтпесін шынан, ё-майо. Жалғызым мен. Дари, дайынсың ба жаным? Иә? Дайынсың ба? Иә. Так. 1, 2, 3. Тема. Бәрі сұрайды ғой, как раз. Молодец. Что? Штасай мен, құтқырасай. Қандай тағы бағансың ба не? Типа ана жерде жатыр ма? Ал кет, короче, көрсетпейміз әзірше бүйтіп жүреміз. Ал дедіңдер, алдым. Оған азаңмен тұрып, пост сүріп, оны әдем қылып монтаждап, қазір постқа сақ қойдым. Енді еңбекті бағалап жіберіңдер. Дальше больше сосын. Қалай, что там, ұнады ма, соны айтыңдаршы, басты. Өздерің заказ ғой. Так, жігіттерге сұрақ, және де қыздарға да деп ойлаймын енді. Қыздарға гүл алып берген дұрыс па? Мысалы, мынау енді арзан тұрмайтын гүл енді де солып қалды ол. 1-2 күнде мусорға тастайды. Дұрыс па? Қызға гүл алып берген дұрыс па сен үшін? Конечно. Не үшін? Енді қызға гүл алып бергенде я қуанады, қуанған көріп, біз де қуанамыз. Бірақтан солып қалып лақтырып жібергенде, оданша сол ақшаға пайдалы зат әперген дұрыс па деп ойлап қаламын. Қалай ойлайсыңдар? Топ, мына кешкі шайда мен жанымның тортымен жетіп қой. Торт пісіреді. Ал қайырлы кеш, братва. Қалайсыздар? Ата енеме видео. Өзім көтеріп өзім қоямын. Я помню, что там. Өзім бәрін неге? Айттым ғой саған жату керек те қана. Жан қатты сілкімешті.
Я бұл Алишер Қонысбаев машинаны парковать ете алмайды. Бір сағаттай тұрды деймін, мына жерде кіре алмай. Ауди! Ауди! Эй! Да, в Алмате опять снег. Карандаш. Ну тема, действительно, какова, а? Білесіздер, мен гүлді неге жек көретінім ше? Қараңыздар қазір. Мында. Сырапшылдық, ә? Мына жақта да сырап жатыр. Міне достар, гүл бергенде осы үшін атпаймын міне. Қайран 30 000 теңге. Әрине жалпы емес, бірақ ол ысырапшылдық деп ойлаймын, сол себепті көбінесе гүл бермейтінім осы. Так что қыздар барынша ысырап қылмайық. Тек мен күнде таңертең тұрып сіздерге қайырлы таң тілеп, күндеріңіз сәтті өтсін тамырлар деп айтатын басқа сөзімді ұмытып қалыппын, миымдағы тоқтарым тимей жатыр. Сол айтайын дегенім, всем удачного дня, всем плодотворного дня. Көбісі сұрайды, плодотворного деген не дейді? Ол удачный день деген сөз, күшті күндеріңіз өтті деген сөз. Все, біз бастаймыз деп 10 сағатқа жоқ болып кетті. У нас сегодня снег. Бүгін бізде қар жауып отыр. Енді тұрдым ұйқымнан. Короче, көзімнің бар ғой, мына жері ауырып отыр. Білмеймін не үшін ауырып жатқанын. Суық тиюі мүмкін ба ол жер? Мынандай. Кто такие люди? Добро пожаловать в Москву, брат. Это наш пожаловать. Қалай ойлайсыздар? Инстаграмның қыр-сырын үйреніп, и блогер болуға қанша ақша кетеді деп ойлайсыздар? Очень важный вопрос. Сіз блогер боласыз, мысалы, блогер болғыңыз келеді. И сіз қанша уақытыңызды құртуға дайынсыз блогер болу үшін? Осы Инстаграм жөнінде. Осы жаққа жазыңыздар. Мен жауап бергенімше жауап берем. Так, рахмет, пантералар, сұрақтарыма жауап бергендеріңіз үшін. Енді жауап бермегендер, сіздер обратно стористі айналдырып, барлық сұраққа жауап берсеңіздер, күшті болар еді. Қайырлы күн достар. Менен последний время көп сұрақ келетіндер, жәке турнир не болды, Нұрдәулет екеуміздің араңыздағы дейді. Турнир бізде лимит бітіп қалды, тренажерный залда. Соңғы время қайтатынына байланысты біз алмай қойдық. Өйткені алған соң 3 айға бірден аласың. Енді күнделікті аласың десең, қайтқанға дейін. Күніне 1800 рубль төлейсің. Сонда 10 000 теңге, күніне 10 000 теңге төлеп отырасың. Сосын ақша сұрап болмай-ақ қойсын деп, пока что күнделікті далада жүгіріп жатырмын. Үйге келіп кішкене тренировка істеп, аяқты кішкене үйретіп қатайтып аламын, сосын жүгірген кезде удобно болады. Пока что осы. Қайтқанға дейін де Steam деген адамға, ол тренажерный зал, ол себеп емес ол. Steam деген адамға ол үйде де себепке болады, по идее. Просто тоқтатып қоймау керек, адамда желание болу керек. Міне қазір жүгіріп түсем, аяқ кішкене қатаяды. Өйткені 10-17 этаждың оңай емес негізі. Қазір жүгіріп келгеннен кейін қайттан жүгіріп шығамын жоғары қарай. Қазір 2 километр жүгіріп қайтамын. Үйге барып кішкене тренировка істейтін боламыз. Ал, бүгін күндеріңізге сәттілік. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Только вперед, алға. Жақсы өмір сүргіңіз келсе, не обязательно тренировка. Қиыншылықтан өтіп көріңіз. Қиыншылықтан өтпей, жақсы өмір сүремін демеңіз. Что-то, бауырым, бізге айтпай тамақшаттарын қарашы ма? Да. Вот, біздің тамақ келді.
Мен тамағымнан мынау опырып атқан қалай кетті. Көрдің ба, біреудің тамағын сұрау шеуге болмайды, аузың күйіп қалады. Мен мынаны жеймін. Мачисім араны берейін ба? Мен мұны арамда. Сіздерге өзімнің блогерлікке қалай келгенімді айтып берсем қызық па? мен seni сүйем жүрекпен. Оңалсың кәдімгідей. Ешкім білмейді бұл туралы, тек өзім оны білемін. Даже мен де білмеймін. Мен де қыз балаға көре алмағанмын. Мен ойланып тұрмын, деймін екен, жоқ деймін екен деп. маған үйреткен жүрекпен, шын жүрекпен сен үйреткен, мені бағалаған жүрегіңмен айналдым. Тек мен саған ғана құшағымды жайғанмын. Мына жігіт бізге ештеңке айтпай бірдеңе бүлдіріп жатыр. Қайдасың, не телефоныңды ал, не адресін жазып жібер. Бағдәулетті. Көріп шоке болып отыр, шоке. Хабарласышы, бір хабарыңды бер, телефонды көтер. Что-то біздің жігітті түсінбей жатыр. Бәкең мен екінші рет таңғалдырып отыр, короче. Нан қарандар. Досым, мазаламашы, құрыш, қызым, ешқандай хабарласам барша. Яғни адамдар жайлап уақытынан анандай бір уақыты келе бір каблуктың астына кіретін еді. Біздің Бағдәулет сразу тек прямой кіріп кетті каблуктың астына. Не айтасың ол? Қазақ еліне -1 краш деймін болды. Жақсы жігіт еді. Үлгі тұтатын жігіттердің бірін еді, бір еді. Алып кіріп кетті, я. Дұрыс емес. Бречки, тепшки, бәтіңки. О, грешки,